кемнің әлі ашылақтан қараған кезде. Аяқ киім дейсің бе? Табиғатын жаратқан ол. Қалай? Ашылақтан қараған кезде аяқ киімнің суреті шығады. Мұның тұмсығы Ақсуға жақын, мұның кейін өкшесі. Мына біздің жазық қой. Иә, жазық. Мұның кейін мұның жоғары жақ, қонышы. Сонда енді мұна сурет соның иесі. Өрнегі болып келеді ғой. Өрнегі. Мынау жаңағы кімнің иесі? Дашасы. Телефонның дашасы. Анау, мынау. Иә. Мынау тұмсығы анау. Мынаны түсірген. Мына кәдімгі ойып тұрып түсірген. Ешкім ойламайды мұны. Мынау да сол етік болып тұр ғой сонда. Етік болып тұр. Иә. Ол жаңағы. Иә. Бұлай бүткіл жерді қарағанда ағамыз. Одан кейін мынау сол тасқа келгенде. Мынау өкшесі, анау басы, анау қонышы. Ал енді мынау түгел осы мына аймақ. Иә, аймақ. Жаңа біз ана Ашыбұлақ ауылынан қараған кезде тура осылай көрінеді. Мына суреттің нететін болатын болса, мына жерде үлкен жазу бар. Жерде қарып тұрмыз. Сол мынау соған есі. Соған қарап қарап тұр ғой. Соған қарап тұр. Шығысқа қарай. Шығысқа қарап. Анау есі аяқ киімнің суреті мына шығысқа жазуға несі баратын жолы. Соған барамыз ғой. Соған барамыз. Ой, су орып кеткен деді ғой. Су орып кеткен. Барлығын су ора береді. Қыста бар ғой. Нақты көреді. Ол анау су орған. Кәдімгідей қазық. Керамиканың несін бар ғой. Соның барлығын жазу. Мұнаның түгел аға жазу дейді. Қар түскен кезде анық көрінеді дейді. Енді мына бөргөз тобыл қосып кеткен. Керамика шашылды. Ананың үстінде бағанағы не бар ғой?